Егер де сіз тұрақсыз болсаңыз, бастаған ісіңізді соңына дейін жеткізбейтін болсаңыз, осы видеоның соңына дейін көріңіз. Адам негізінде тұрақсызбын, менің қолымнан ешнәрсе келмейді, мен осындаймын, мен мұндаймын деген диагноздарды өзіне өзі қойып алады. Оған саған біреу келіп айтпайды, сен осындайсың, сен жақсыға лайықты емессің, сен бәрін елдің соңында жүру керексің деп ешкім айтпайды. Өйтіп айтатын болса, біз точно қарап тұрмас едік, ол адамның бетіне, сен мен сөйтіп айттың деп. Негізінде постоянно сатқындық жасайтын өзімізге өзіміз. Негізі өзіміз тұрақтымыз, біз бәрін жасай аламыз, бастаған соңына дейін жеткізе аламыз. Бірақтан да өзімізге сондай диагнозды қою арқылы өзімізді сатып жібереміз демде да. Негізі біздің басқа адамға қарағанда өзімізді сатып кетуіміз ең оңай, өзімізге сатқындық жасай салу. Біреудің көңілінен шығу үшін, біреуге ұнау үшін, елдің бәрі жаман, сен туралы жаман нәрсе ойлап қалмау үшін, соңына дейін соған ұнау үшін бәрін жасайсың да. Ал өзіңе келгенде, айналып келгенде, өзіңе айтқан бір уәдеңді орындамайсың. Мысалы, сен айтасың 30 күн дұрыс тамақтанамын, дұрыс тамақтанамын, или тағы да қандай жақсы әдеттер бар, кітап оқимын күніне жарты сағат, бір сағаттан деген сияқты. Не болмаса правильный питаниеға өтемін, или спортпен айналысамын, таңертең физзарядка жасаймын. Көп қой, таңертең 6-да тұрамын деген сияқты. Өзіңізге бір ай челлендж жариялайсыз да, бірақ бір күн, 2 күн, 3 күннен кейін өзіңізге бір оправдание тауып ұйықтай саласыз да. Ол деген өзіңізге жасаған ең үлкен сатқындық та, негізінде ол сатқындық та. Сол үшін өзіңізбен келісімге келіп алу керексіз да. Өзіңізге басқа адамға честный болғандай, өзіңізбен честный болу керексіз. Мына өзімнің алдымда уәдем бар, өзімнің мына денемді жақсартуым керек, өзімнің білімімді жақсартуым керек, жақсы өмір сүруім керекпін, көп ақша табуым керекпін деген сияқты себептерді алдыңызға айқындап қойып, мақсатыңыз айқын болған кезде сіздің жарты жолдан секіріп кетуіңіз қиын болады. Негізінде көп жағдайда мақсатсыз өмір сүрген кезде, алдыңда жоспар жоқ, мақсатсыз өмір сүрген кезде жарты жолдан секіріп кету оңайда. Негізі мақсатыңыз айқын болса, сізге қиын болар еді да. Сол жолға жету үшін бәрін жасайтын едіңіз. Сол үшін мақсатыңызды айқындап алдыңызға қойып алып, соған қарай жүріңіз да, өзіңізге сатқындық жасамаңыз. Екіншіден айтайын дегенім, бір әдетіңізді күніне 10 минут қайталаңыз. Бір күнде 10 минут, көп емес, 20 минут емес, жарты сағат емес. Оны да ми қатты ауыр қабылдайды. 20 минут, жарты сағаттың өзімен көп нәрсе істеп қойдым деп ойлайды. Негізінде кітап оқу болсын, ол физзарядка болсын, ерте тұрудың өзін күнде сағат 8-де тұрып жүрген болсаңыз, 10 минутқа, 20 минутқа ерте қойып, 7:40-да, 7:30-да деген сияқты тұрып үйреніңіз да. Бірден бәрін істеу ауыр тиеді негізі нәпсіге. Сол үшін аз-аздан бастаңыз. Күніне 10 минуттан жақсы әдеттерді өміріңізге қосып отыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, осылай жасаңыздар.